туу жыбалау классификациялау. Тәкәріптің өзектілігі. Тәкәріп өзекті өткені өттік тарихи мәдени құдылықтарды сақтап кестерлі керек. Болшау, егер де кейс өттенірек зерттер білсе, келешек ұрпаққа оның ішінде басқа ұлт өкілдеріне берер мағлұмат ұлттық тәрбие көзі болатыны анық. Кейс ұлт қазақ халқының ертеден келе жатқан баспанасы. Ол көшіп қонғанда тез жеу шапшаң күнге ыңғайлы. Жазда ауасы таза әрі салқын. Қыста қазақтар кейс үйдің сыртқы кездерін қос қабаттап жауып қыстап шыға берген. Кейс үй өткіп қапты соққан дауылдан шығылмайды, мәселеп жауған жаңбырдың суын өткізбейді. Кейс үй неге дөңгелек? Егер сіз бұл сұраққа физика және сәулет тұрғысынан жауап берсеңіз, онда дөңгелек пішінді ғимарат жерге және басқада қолайсыз ауа райына төзімді. Жермен далада кезіп жүрген қазақ халқының ата-бабалары бұл туралы білген. Сондықтан кейс үй қарапайым сәулеттік шешімнің тамаша үлгісі. Рухани мағынада кейс үйдің дөңгелек формасы ежелгі түріктер ғибадат өткен маңызды құдайлық әлеметтерден белгіленеді. Бұл аспан, күн, жер. Қазақтың кейс үйі 4 канат, 6 канат, 8 канат, 12 канат болып бөлінеді. Мақсатқа арналуына қарай 4 түріге бөлінеді. Жазды кейс үй, салтанатты кейс үй, жылыма үй, асхана, қойма кейс үй. Безендірілі жағынан ақ үй, ақ орда, бөз үй деп аталады. Жаз жабыларға арналған кейс үй, отау үй деп аталады. Кейс үйдің негізгі қонақасы. Шаңырақ, тереге, сықырлауы кесіп, үй. Сіздерді кейс үй әлеміне саяхатқа шақырамын. Қазақ даласындағы кейс үй. Қазақтың қара шаңырағы. Ұсақа. Безендірулері. Шаңырақ. Ағаш төсек. Ер адамның жабықтары. Тұрмыстық заттар. Кейс үй сыртының безендірулері. Жұмыс нәтижесі. Кейс үй тақырыбы бойынша жоба және презентация. Қосымша күрделік дидактикалық материал. Практикалық маңыздылығы. Бұл жұмысты сабақта қосымша материал ретінде және күнге деген танымдық қызығушылық арттыруға қолдануға болады. Алдағы міндеттер. Кейс үй туралы бұдан да теңірек жан-жақты зерттеу жүргізіп ақпарат жинау. Жеке тақырып ретінде көлемді ғылыми зерттеушілік